got me reaching out. Ассалаумағалейкум достар. Спорт матчтары арнасына қош келдің. Менің есімім Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге білек бұлшықетін қалай шығарамыз, яғни білек күшін қалай шығарамыз, білекті қалай қатайтамыз, яғни білекке арналған топ жаттығуларды мен сіздерге далада көрсететін боламын. Яғни сіздер бұл жаттығуды үй жағдайында жасай алатын боласыздар. Бірақ мен сіздерге далада көрсететін боламын. Яғни сіздерге ешқандай құрал жабдық қажет емес. Мынандай сумка қажет, 8 кг, 10 кг. Және мынандай турник қажет. Сіздер бұл жаттығуды қайталап білек бұлшықеттеріңізді, яғни білек күштеріңізді жақсы дамытып қатайта алатын боласыздар. Яғни сіздер білек күштеріңізді шығарсаңыздар, қолыңыз жақсы, объемды, үлкен болып көрініп тұрады. Бүгінгі видеода мен сіздерге топ жаттығуларымды сіздерге көрсететін боламын. Сіздер бұл жаттығуларды күніне қайталайсыздар. Видеода қанша подход жасау керек бәрі жазылып тұрады. Тек қана соны көріп, менімен бірге қайталайсыздар. Достар, менің арнамды қолдап кетіңіздер. Біз 13.000 подписке жеттік. Енді біз 15.000 подписке жетуіміз керек. Сол үшін менің арнама тіркеліп, мынандай астында подписаться кнопка бар, соны басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Мені қолдауды ұмыт кетпеңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, біздің бірінші жаттығуымыз, яғни білекке арналған бірінші жаттығу. Мынандай жерге отырамыз. Мына 10 кг-дық. 10 кг-ды бүйтіп қоямыз қолымызға, аяғымызға қоямыз және бүйтеміз. Бүйтеміз. Бұл сіздің білек күштеріңізді дамытады. Бұдан 30 рет 4 подход жасаймыз. Видеода қайталаңыздар. Әр қолға кезек-кезек. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Енді келесі қолды істейміз. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Бұл сіздің білек күшіңізге толықтай түсіреді. I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you. Достар, біздің келесі екінші жаттығуымыз мынандай темір керек. Яғни бұл сіздің білек күшіңіздің үстіңгі жағын дамытады. Яғни бүйтсеміз, қолыңыз жақын қоясыздар бір-біріне. Бүйтесіздер и бүйтесіздер. Толықтай көтерілмейміз. Бүйтесіздер. Мына жер. Кеттік, бастаймыз. Бұдан 5 подход 15-тен жасайтын боламыз. Достар, біздің үшінші жаттығу турникте орындалады. Яғни бұл сіздің білегіңізді толықтай шығарады. Бұдан 3 подход 15-20-дан жасайтын боламыз. Яғни қолыңызды ауыстырасыздар. Бұлай. 3 подход 15-20-дан істейміз. Кеттік. Бұл сіздің білегіңізге толықтай күш түсіреді. Менің ең сүйікті жаттығуым деуге де болады. Аяғыңызды жерге тигізбейсіздер. Достар, біздің төртінші жаттығу бұл сіздің білегіңіздің алдыңғы жағын істейді. Яғни кистке де әсер етеді. Кистке и білектің алдыңғы жағы. Бұда 10 кг-дық гірді аласыздар и бүйтесіздер. Қолды көтеріп тұрасыздар, түсірмейсіздер. Қолды көтеріп тұрасыздар и бүйтесіздер. Әр қолға 12 реттен 6 подход істейміз. Do you see you got me falling in more times than I can get out?
Достар, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Бүгінгі видеода мен сіздерге білек күшін шығаруға, яғни білектің күшін шығаруға, қатайтуға арналған жаттығуларды көрсеттім. Бұл жаттығулар сіздер 2 апта көлемінде қайталап, білектеріңізді шығара алатын боласыздар және қатайта алатын боласыздар. Яғни мен сіздерге топ 4 жаттығуымды көрсеттім. Бұл жаттығуларды үй жағдайында орындайтын боласыздар. Видеода қанша подход жасау керек, бәрі видеода айтылған, жазылған, соны қайталайтын боласыздар. Менің еңбегім бағалап, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Оларға да пайдасын тигізсін. Егер маған қоятын сұрақтарыңыз болса, мен мына жақта Instagram парақшам тұр, оған кіріп, маған сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беріп өтетін боламын. Достар, келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше. Сау болыңыздар.